Ой балалар, қараңдаршы, кім келді бізге? Самолет қазақша не ол? Ұшақ. Дым білмес, сен бізге немен келдің? Сен бізбен бірге қалып, бүгінгі біздің сабағымызға қатысып жарай ма? Біз бүгін темір құстың не екені туралы сабағы өтеміз балалар. Міне аспанда қалықтар не ұшады? Самолеттің қазақшасы ұшақ. Адамдар ұшаққа қалай мінеді екен, көрейікші міне. Адамдар бізде ұшаққа аэропорт деп айтамыз. Аэропорт деп айтамыз. Самолетта міне қараңдаршы, терезелері бар. Ол терезелер бізге ұшқыштар отырады. Пилот, қазақша ұшқыштар. Адам қараңдаршы, ұшақтар, олар аэропортқа қонады. Аэропортқа қонғаннан кейін адамдар оған мінеді. Адамдар мінгеннен кейін міне терезесінің ішінде, ұшақтың ішінде терезеге ұшқыш отырады. Ол ұшқыш адамдарды қай жерге бару керек екенін біліп, сонда ұшақпен апарады. Адамдар міне ұшаққа. Ұшақтар қай жерде ұшады? Қараңдаршы, қай жерде ұшады? Наверху ол қай жер ол? Высоко. Где самолет летает? Где они летают? В небе. Небе, да? Ол аспан айтамыз. Ұшақтар аспанда ұшады. Аспанда ұшады екен, қараңдаршы. Ұшақтарда міндетті түрде, қараңдар міне балалар. Қанаты, терезелері, және міне артқы қанаты болады екен. Қараңдар балалар, ұшақтардың түрлері көп. Міне тікұшақ та бар, вертолет. Бұл яғни тікұшақ. Тікұшақ тағы бізде аспанға ұшатын зымырандар болады. Зымыран. Ракета, қазақша зымыран, иә. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұшақты ермек сазбен жасау. Міне ұшақтың жасалу түрлері көрсетілген. Осыны пайдаланып, қазір біз бәріміз бірге ұшақ жасаймыз. Кәне ұшақты жасамас бұрын балалар, біз саусақтарымызды жұмыс жасауға дайындап алайықшы, кәне. Балалар, қане қайсы алақан, саусақтары айбақ, былай ойнар. Жарайсыңдар, сабағымызға біздің саусақтарымыз дайын. Сабақты істемес бұрын сіздер маған қараңдар, мен сіздерге көрсетемін қалай істеу керек екенін. Бірінші біз сопақша етіп, негізгі ортаңғы құрылысын жасап аламыз. Одан кейін екі қанатын, артқы қанаттарын жасаймыз. Міндетті түрде бізде ұшақта терезе болу керек. Ол терезе ұшақ қайда ұшып бара жатқанын ұшқыш ішінен көріп отыру үшін керек. Сол себепті бізге терезені міндетті түрде істеу керек. Алдымызда ермек сазды аламыз. Алақанымызбен жібітіп, содан ұзынша жасаймыз. Кәне сопақша жасап көрейікші. Алдымызда ермек сазды аламыз. Бізде пышақ бар, иә? Сол пышақты құралды пайдаланып, ермек сазды
қағазды екіге бөлеміз. Оны алақанымызбен жібітеміз. Қане балалар, жібітеміз, бәріміз бірге аламыз. Бірінші үлкендеуін аламыз, е? Үлкендеуін аламыз. Оны алақанмен жібітеміз. Жібіткеннен кейін міне домалатамыз. Домалатқаннан кейін алдымыздағы тақтайшаға қойып, ұзынша етіп істейміз. Балалар, жұмыс жасағанда алдарында тақтайшаны міндетті түрде қолданасыңдар. Тақтайшаға, дұрыс, жарайсыздар. Міне тақтайшаға істейміз. Ұзынша болады бізде. Осы сопақша етіп, негізгі құралын жасаймыз біз ұшақтың. Ұшақтың негізгі құралы. Істей ғой, істейміз. Алабыз. Міне істейміз. Міне негізгі құралы дайын болды. Бұған біз енді терезе істейміз. Істейміз, ары қарай. Терезесін істейміз біз. Ұшақтың терезесін біз алдыңғы жағына қарай жапсырамыз, міне. Терезе бізге ішіндегі ұшқыш қайда ұшып бара жатқанын көру үшін қажет, иә балалар? Енді біз ұшақтың қанаттарын жасаймыз. Болады ала ғой. Аламыз. Мен бірінші міне қызыл түспен негізгі құралын істедім. Енді мен ұшақтың қанаттарын істеймін, балалар. Ұшақтың қанаттарын істейміз жұмысты. Кімге көмек керек қазір? Мен көмектесем. Алдында қанаты бар, артында қанаттары бар. Және алдында терезесі бар, міне. Бірінші кім істеп болады, сол ойнайды, дұрыс айтасың. Бірінші алдымыздағы жұмысты істейік. Осыны істеп болғаннан кейін ойнайсыңдар, балалар. Қане алдымыздағы жұмыстарды істейміз. Қанатын жапсырамыз, мына қанатын алдына жапсырып, екінші жағына. Екінші қолды ұста. Енді бұған құйрығын жапсырамыз. Енді екі құйрығын екі жағына жапсырамыз. Екеуін екі жағына жапсырып,
Балалар, тағы қарайықшы суретке. Ұшты, поезд ұшты, ұша ма? Поезд ұшады. Ой, балалар, кім білмес поезд ұшады дейді, поезд ұша ма? Жоқ, ұшпайды поезд, ұшпайды. Келесі. Ұшты, ұшақ ұшты, ұша ма? Ұшақ ұшпайды дейді, ұшақ ұшады ғой, иә, балалар? Ұшады, ұшақ, иә? Ұшты, автобус ұшты, ұша ма? Ұшады. Балалар, білмейді, ұшпайды, самолеттан басқа, ұшақтан басқа. Көліктер мына жерде ұшпайды, иә, балалар? Көліктерді ары қарай білмес есіне сақтау үшін біз бүгінгі ұшақтар туралы сабағымызды нықтай түсейік, кәне балалар. Түрлі ұшақтар бар. Ұшақтар бұлар бізге әскери ұшақ деп аталады. Міне қараңдаршы, әскери. Бұған солдаттар яғни әскери жұмыскерлер бұндай самолет ұшады, я дұрыс военный, бұл әскери ұшақ. Міне тәжірибелі ұшақтар бар. Тәжірибелі ұшақтармен әртүрлі тәжірибелер жасайды. Міне қараңдаршы балалар. Бұлардың бәрі аспанда ұшады, иә, қалай ұшады бізде самолет? Көрсетейікші, ұшақтар қалай ұшады? Бұлай ұша ма ұшақтар? Жоқ, ұшақтар тек аспанда қалықтап ұшады дейді балалар, иә, қалықтап ұшады. Міне бұл ұшақтар бізде тәжірибелі ұшақтар. Енді бізде ұшақтар бар, міне қараңдар. Адамдар тасымалдайтын ұшақтар. Кішкентай, иә, бұл ұшақ кішкентай. Бізде үлкен. Үлкен жарайсыңдар дұрыс. Салыстырмалы түрдесіңдер, балалар салыстырыңдар, иә? Біреу үлкен, біреу кішкентай деп жарайсыңдар. Міне бізде ұшақтар адам тасымалдайтын ұшақтардың ішінде тек қана адам
балалар ұшақты? Иә, береміз. Жарайды. Дым білмес, бірақ келесіге темір құспен ұштым деп айтпайсың, келесі жолы ұшақпен ұшып келдім деп айтасың. Жарай ма? Қане балалар, бәріміз дым білмеске сау бол деп айтайықшы. Сендерге тапсырманы орындағандарың үшін үлкен рахмет. Осы